Армысыздар, назарларыңызда спорттайым бағдарламасы. Алматы облысынан сөйлеп тұрмын. Алматы облысына қарасты Шамалған ауылы және Шамалған ауылындағы мінекей Үшқоңыр спорт кешенінде қазір таеквондоның олимпиадалық бағытынан жылдың қорытынды жарысы Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Байрақты бәсекеге еліміздің барлық аймағынан 300-ге жуық спортшы жиналды және олар 3 күн бойы осы жерде өзара мықтыны анықтайды және енді осы жарыстың барысын көру үшін және қыз-жігіттердің қарым-қабілетін білу үшін осы жердегі ақпараттарды сіздерге жеткізу үшін арнайы табан тіреп тұрмын. Жалпы енді отандық таеквондоға қатысты соңғы кезде сын көп болды. Париж олимпиадасынан кейінгі нәтижеге көңіл толмады. Ал енді одан қандай қорытынды жасады, қандай өзгерістер болады, міне осындай ақпараттармен қазір сіздермен бөліспекпін. Ендеше уақыттарыңызды алмай кеттік, бастайық. Біреу білсе, біреу білмес, Париж олимпиадасынан кейін отандық таеквондо федерациясының басшылары түгелдей отставқа кетті және жаңадан мамандар келіп тізгінді алды. Дегеннен біраз өзгерістер енгізіп жатыр, біраз жаңашылдықтарды байқап тұрмыз. Енді қазір оларға рет-ретімен тоқталамыз. Ең негізгісі деп дәл осы Қазақстан чемпионатына биылғы ішкі біріншілікке алғаш рет шетелден төрешілер шақыртылды. Яғни бұған дейін тек қазақстандық мамандар төрелік етіп келген, ал осы жолы бірнеше елден төрешілерді шақырып, осы жерде жарыстың барынша әділ және таза өтуіне ерекше екпін жасалып жатыр. Бұған дейін дәл осы жағдай көп дау тудыратын, көп түсініспеушіліктер тудыратын, ал бұл жолғы чемпионат ашық әрі объективті өту үшін осындай бастама қолға алыныпты. Бапкерлерімізбен жеке өзім сөйлесіп жүрмін. Бүгін 3-ші күн қалай болып жатыр деп төрешілерге байланысты біз шетелден төрешілер шақырдық қой. Солардың жұмыстары қалай болды? Ең бастысы сыншы солар ғой, енді оларға спортшылар мен бапкерлердің өздері бағаларын беру керек. Ешқайсысы былай айтқанда қарсылық білдіріп жатқан жоқ, бәрі адал өтіп жатыр деп жатыр. Сол себепті 3-ші күн қазір енді полуфиналдар мен финалдар қалды. Алла қаласа соның бәрін қорытындылай келе бір толық нәтижесін айтамыз. Алғаш рет шетелдерден шақыру туралы осы жол қолға алынды, идея пайда болды, қолға алынды, иә? Қолға алынды, қысқа уақытта жүзеге асырылды бұл, иә, негізі? Қысқа уақытта, себебі біз 6-шы қыркүйекте ғана сайлау болды ғой, жаңа президент келді. Содан кейін бізде аз мерзім уақыт болды Қазақстан Республика чемпионатын ұйымдастыруға. Соған байланысты енді аз уақытта, бірақ енді топ-1, топ-2, топ-3 дейді ғой, сол халықаралық төрешілер шақырдық, бәрі келісімдерін беріп келді. Бұл жолы шетелдік төрешілер шақырылды Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан және Монғолия республикаларынан. Ешқандай шағым жаттықтырушылардан әлі түскен жоқ. Соған қарағанда өзгерістер бар деп ойлаймын. Сіздердің біліктіліктеріңізді қалай арттырасыздар? Ол жағын федерация қарастырып жатыр ма? Төрешілердің біздің Қазақстанның ішіндегі? Иә, осы жылы федерация ұжымы ауысқаннан кейін қыркүйек айының ортасында біз біліктілікті арттыру курсына барып келдік. Астана қаласында халықаралық дәрежедегі төрешілерге арналған курсқа барып өзімізді біліктілігімізді арттырдық. Отандық таеквондодағы жаңашылдықтар туралы айтып жүрміз. Және басшылардың аузынан естіп жатырмыз. Осындай шаруалар атқарылып жатыр, осындай бастамаларды қолға аламыз деген сияқты. Ал енді сіз ішінде жүрсіздер осы. Шәкірт тәрбиелеп жатсыздар, қыз-жігіттерді әкеліп жатсыздар жарысқа. Нені сезіп жатсыздар? Осы бастамалар іс жүзінде көрінісі қандай? Жарыс өте жақсы өтіп жатыр. Жалпы судейство жағынан өте жақсы. Осы жаңаша международный халықаралық дәрежедегі судьялар өз жұмыстарын атқарып жатыр. Бұдан бөлек ұлттық құрама енді бір ғана Қазақстан чемпионатынан емес, бірнеше жарыстан іріктеледі дейді. Ол кезде ішкі рейтинг енгізіледі. Және сол жерде рейтинг бойынша әлем чемпионатына дейін 6 айда ма өтеді сол жарыстар кезең-кезеңмен.
содан іріктейміз дейді. Сосын салмақ ауыстыруға рұқсат жоқ дейді. Мысалы, бір салмақта қалу керек спортшы, тұрақты өнер көрсету керек деген сияқты. Оған қатысты пікіріңіз, бұл қандай эффект беруі мүмкін деймін ғой? Жалпы менің пікірім өте дұрыс жағынан қарау керек шығар шетелде де балаларды. Шетелде де балалар бақ сынап көру керек шығар. Себебі бұл жерде спортшыны анықтау керек. Ішкі спортшы ма, сыртқы спортшы ма? Кейбіреулер іште Қазақстан ішінде өте мықты шығады, бірақ әлемдік жарыстарда өз-өзін көрсете алмай жатады. Жалпы психология жағынан болсын, тәжірибе жағынан болсын. Қазақстанда кейде болады 1-2 очко ұтылып қалған балалар, бірақ әлемдік деңгейде өте жақсы көрсеткен, оларға шанс бермеске, шанс беру керек деп ойлаймын енді. Алдағы уақытта федерация басшыларымен жаңа тағайындалған бас бапкер өз бір шешім шығарар. Енді спортшыларымыздың қарым-қабілеті. Бұның барлығы енді қазақтың қыз-жігіттерінің арасынан әлем және олимпиада чемпиондарын, жүлдегерлерін шығару үшін ғой енді. Біздің тарихты жаңғырту, бүкіл елді күтіп отырған осы. Айтып берсеңіз, қарым-қабілеттері қалай екен? Сосын алдағы қалай жұмыс жасаған дұрыс осы қолда бар спортшылармен қазір өзіміздің? Енді қазір мен қарап отырмын, осы Қазақстан чемпионаты бір ерекше болып тұр өзіме. Енді жаңа буындар келіп жатыр. Спортшыларымыз бәрі дайындықтары жақсы. Алла қаласа қазір бас бапкерді дайындап, ұлттық құраманы нәтижелерін шығарып, бәрін тағайындап, жұмысты бастап кетеміз деп ойлаймыз. Жақсы. Аллаға шүкір жақсы өтті осы жарыс. Ерекшелігі организация жақсы болды. Ана жылғыдай. Жаңа спортсмендер қосылып жатыр. Соперниктер жақсы болып келді, жақсы дайындалып. Енді өзіңнен үлкен үміт күтіп отырған білесің, Париж олимпиадасында әттеген-ай деп қайттық. Қандай қорытынды жасадың және алдағы мақсаттарың қандай? Қорытынды тұрсап жұмыс істеу керек ошибкаларда, және кішкене психологически дайын болмай қалдым осындай үлкен аренаға. Бірақ осы аренадан тағы 2 жарыс көрдім, Катар және осы Қазақстан жарысы. Өзімді еркінірек, сенімірек сезініп отырмын. Тағы да келесі 2028 жылы олимпиадада жақсы результат көрсетеді деген ойдамын. Тағы бір ерекшелігі мына отандық таэквондода болып жатқан, енді бас бапкердің ауысып жатқан сәті ғой, енді ауысу керек болып тұр. Және осы процесс 8 бірдей кандидат енді өзінің үміткерлігін ұсынған, федерация мүмкіндік берген. Кім жаңағы өзін бас бапкерлікке үміткер бола алады, қатыссын және жаңа ортақ шешімге келеміз деген сияқты. Бұған дейін ондай болған жоқ, тағайындайтын еді ғой, бұл қоғамдық ұйым өзі тағайындай алады да кез келген адамды негізі. Енді бұл бастама қалай ойлайсыз? Не береді? Қалай болады бұл жердегі қорытынды және келетін адам қандай болу керек деген сияқты? Менің ойымша келетін адам бәрін ашық та анық жасау керек. Прозрачный болу керек бәрі нәрсе. Екінші нәрсе, бас бапкердің міндетінде ауызбіршілік керек. Ол ең бірінші нәрсе. Ауызбіршілік болса, ұйыған жанұя болатында біз алыс жаққа барамыз. Бас бапкер жақсы мамандарды қасына алып, мысалы, әр бір бапкердің бойында неше түрлі, қалай айтсам болады, бәрі нәрсе болмайды ғой. Бір бапкерлер тактик-технически мықты болады, біреуі ОФП-дан мықты болады, біреуі қалай айтсам болады, қағаз жүзінде мықты болады. Соның бәрін бір жақсы бір команда жиналса, алдағы уақытта негізі жақсы нәтиже көрсетеміз деген ойдамын. Себебі қазақтың бапкерлері өте әлемдік деңгейде де өте жақсы. Сол себептен бас бапкердің ең мақсаты бәрін бір қазанға сыйдырып, қайнатып, бір жанұя қылу ғой. Сонымен бізге берген уақыт шектеулі 10 минут қана, оның өзі әдегенде сырғып өте шықты. Десе де бүгінгі шығарылым сіздерге ұнады деген үміттеміз. Отандық таэквондоға қатысты өзімізде біраз ақпарат жинадық және білген түйгенімізді сіздермен бөлістік. Біраз жаңашылдық бар екен, біраз бастамалар қолға алынған екен. Сәйкесінше біздің де көкейімізде кішкене үміт пайда болды. Енді осы федерацияның басы қасындағы мамандарға және еліміздің намысын қорғайтын қыз-жігіттерге тек қана сәттілік тілейміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.